Нөмір 125 бұйрыққа өзгерістер енгізу. Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрінің 2019 жылғы 26 қарашадағы нөмір 509 бұйрығымен 2008 жылғы 18 наурыздағы нөмір 125 бұйрықтың 14.4.15 тармақтарына өзгерістер енгізілді. Бұл өзгерістер аптасына оқу жүктемесі 1 сағаттық пәндерді бағалау, сондай-ақ жекелеген пәндер бойынша сынақ қою рәсімдеріне қатысты 14.4 тармақ. Оқу жүктемесі аптасына 1 сағат болса, бөлімдік жиынтық бағалау 90 ішінде 2 реттен артық өткізілмейді. Қажет болған жағдайда бөлімдер біріктіріледі. Қорытынды баға жартыжылдыққа қойылады. Жаратылыстану, дүниетану, дүниежүзі тарихы, химия, информатика, құқық негіздері, қазақ тілі, орыс тілі, жаратылыстану, математика бағыттағы сыныптар, геометрия және информатика, қоғамдық гуманитарлық бағыттағы сыныптар пәндерінен оқу жүктемесіне аптасына 1 сағат бөлінеді. Жоғарыда аталған пәндер бойынша жарты жылда өткізілген 4 жиынтық бағалау нәтижелері бойынша жарты жылдық бағалар келесі пайыздық қатынаста қойылады. 15 тармақ. 90-ның, жарты жылдықтың және оқу жылының соңында төмендегі пәндерінен есептелді қойылады. Өзін-өзі тану, көркем еңбек, музыка, дене шынықтыру, кәсіпкерлік және бизнес негіздері, графика және жобалау, алғашқы әскери және технологиялық дайындық, бастауыш сыныпта ақпараттық коммуникациялық технологиялар, жиынтық бағалау өткізілмейді. 15.1 тармақ. 10-11 сыныптарда инварианттық компоненттен тереңдетілген және стандарттық деңгейлердің пәндерін таңдаған жағдайда кәсіпкерлік және бизнес негіздері, графика және жобалау оқу пәндерінен басқа аталған пәндерінен жиынтық бағалау өткізіледі. 7, 9, 10, 11 сыныптардың вариативтік компонентінің сағаттарын есебінен таңдалған оқу пәндерінен жиынтық бағалау өткізілмейді. Оқу жылының соңында есептелді қойылады. Оқу жүктемесі 1 сағаттық пәндерді жарты жылдыққа бағалауға және алғашқы әскери және технологиялық дайындық, бастауыш сыныпта ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәндерінен есептелді қоюға көшуге байланысты білім алушылар мен мұғалімдерінің оқу жүктемесі төмендейтін болады.